Дұға дегенде, адамдар дұға жасағанда, ол міндетті түрде орындалу керек, ол міндетті түрде жүзеге асу керек деп ойлаймын. Негізінде сол дұғаларымыз орындалмай қалған кезде көп адам ренжіп қалады Құдайға. Осы жаңбырдағы дұға қабыл ғой деген сезім болды да, сол кезде дұға деген нәрсенің маған бір жаңа қыры ашылды. Алла Тағала Құранда айтады: "Я аyyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah" дейді. Истаину аун, менен жәрдем тілеңдер намазбен және сабырлықпен дейді. Дұғаның тағы бір әдепі, ол Алла Тағаланың берген нығметіне мен мұқтажбын деп дұға ету керек. Сен дұғаңның күллісін салауатпен бастап салауатпен аяқтайтын болсаң, салауат болатын болса, күллісі, онда Алла сенің мұңыңды шешеді де күнәларыңды кешіреді дейді. Ұстаздың бір сөзі бар еді. Жаңа бір қиындық болып жатыр, басқа болып жатыр. Енді ұстаз қалай енді деп не істеп жатсам, бір тахаджуд қой дейді. Намаз оқитын адам мен намаз оқымайтын адамның айырмашылығында дұғаның көптігі бар. Менің күмәнім бар, мен анам, әкем, немесе мен бауырларымның бұлай дұға еткенін, бір айдыладағы бір намазда, бір сапарда бауыр болған кісінің әр намазын солай дұға еткенін көріп, Алла. Сұраған кезде енді қайырлы болсын деп сұрадың ба десем, айтады: "Я Раббым, қайырлы болса берші, егер қайырсыз болса қайырлылық берші" деп сұрады дейді. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алла Тағаланың атымен бастаймыз. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Имамдармен тағы да жиналып отырмыз. Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Алдарыңызда Нұр Барак мешітінің ұжымы. Біз өткен шығарылымызда жалпы имамдық қызметте болған оқиғалардың біразымен бөліскен болатынбыз. Бүгін де осы бір үрдісті жалғастыруды мақсат тұтып отырмыз. Bir таныстырып өтейін. Оң жағымызда мешітіміздің азаншысы Ануарбеков Миржан бауырымыз. Сол жағымызда мешітіміздің наиб имамы Әшім Әли бауырымыз. Және ұлағатты ұстаз Нұр Барак мешітінің бұл Жәкуден Әбіш бауырымыз. Кім бастайды? Қандай оқиғадан бастайсыздар? Сіз таныстырдан бастайық сіз. Айтпашы, өткенде де таныстырмайды екен. Мен тағы да таныстырмаған екен ғой, айтпашы. Мешітіміздің бас имамы Жақсыбекұлы Жалғас, Нұр Барак университетінің түлегі. Енді бізде қазір таңда бір актуалдығы бар бір нәрсе, ол дұға сату, иә. Бізге де көп сұраныспен келетін, емеке дұға еп жерсеңіз, ор жағында, ар жағында енді сіздің дұғаңыз қабыл болады ғой деген жақсы ниет жатыр ғой негізі. Енді үлкеннен бата алу деген бар, енді сол үлкендердің қатарына сізбен біз қосып отқан себепті ғой енді. Бір ағамыз бар, неше жыл намаз оқып жүр, сіздер де танисыздар, бірнеше рет бір әңгіме өрбіткен едік бұл туралы. Енді бір жүрегімді бір ауыртып қалды да, көріп жүрміз, ауырып қалды дегенде кішкене оның шағымы жүрегімді ауыртты. Бір намаздан келіп, әңгіме өрбітіп бір кезде бастады, енді шағымын жайлап бастады. Азанда өте ерте намаздан ұйықтамайын деді. Жаңағы мені паркты аралайды, жүгіреді, жай ғана жүгіріп қоймайды, бәленбай мың рет жаңағы зікір тартады, жаңағы Аллаға мадақ, бәрін енді сандар енді өте көп, салауат бар, дұғалар бар, Вақиға сүресі, Ясин. Бірақ ар жағында, соның ар жағында енді осының бәрін істедім, бірақ дұғам қабыл болмай жатыр еді. Осы сөз естігенде бір үстіне бір мұзай су құйып жібергендей болды да, оны не үшін жасап жүрсің? Бір міндетсініп жатқан сияқты болды да. Аға, былай ғой деп қабылдамайды, жабық та. Жоқ деп енді айналып қайтам бір жағынан келіп, мынандай қылып істеп едім, бірақ қарызға кіріп кеттім, балам мынаған кіріп кетті. Сол бойы жеткізе алмады екен. Сол кезде өзіңе бір шүкіршілік келеді да, ешбір шартсыз емес, қалай айтсам болады, ешбір міндетсіз бір Құдайға дұға еткенге не жетсің құрсын. Және кейбір жаңағы запростармен келіп жатыр да бізге, кейбір болмайтын бір сұрақ, өзіңнің санаңды әлбетте. Сол кезде бір ол нәрсені саған жеңіл етіп қойған Құдайға шүкіршілігің арта түседі екен. Ұстаз, енді мен осы жерде мәселені айтқым келіп, біріншіден біз Алла Тағаланы шартсыз, міндетсіз жақсы көруіміз керек. Өйткені Алла Тағала бізге еш нәрсе міндет емес. Өйткені Құран кәрімде айтады ғой, «Уәлә юсәлу амма яфғалу уә хум юсәлун» дейді. Алла Тағала еш нәрседен сұралмайды,
бірақ пенделер сұралады дейді. Демек алла тағала әрине дұғамызды қабыл етеді, бірақ қабыл етуі міндетті, алла тағаланың құлын нығметке бөлуі міндетті деген сондай түсінік қалыптасып қалған адамдардың арасында. Одан кейін дұға дегенде адамдар дұға жасағанда ол міндетті түрде орындалу керек, болды, міндетті түрде жүзеге асу керек деп ойлайды. Бірақ негізі дұға жасағанда оның үш түрлі сый-сияпаты болады екен. Әрине біріншісі ол кейін таралған көзқарас, дұға қабыл болады, дұға орындалады, сіздің тілегіңіз орындалады. Екіншісі, сол жасаған дұғаңызбен алла тағала сіздің өміріңізде алда келе жатқан қауіп қатердің, пәле жаланың алдын алады. Үшіншісі, сол дұғаның сауабы ол қияметке сақталып қалуы мүмкін. Бірде бір кісі енді қияметке барған кезде амал дәптерінде көп сауаптар тұрған екен ғой. Сонда әлгі кісі өте таң қалады. Сол кезде алла тағала айтады ғой, бұл пендем сенің осы дүниеде жасаған, өткінші дүниеде маған жасаған дұғаларының бір сауабы деп айтқан екен. Сонда адамдар зікірін, жасаған дұғасын тек мына дүниемен ғана қалғанын қалайды, бірақ негізі жасаған дұғамыз ертең ақыретте біз үшін пайдалы болса, ол да үлкен бақыт деп ойлаймын. Енді дұрыс айтасыз, бірақ енді адам баласы дұға жасағаннан кейін қабыл болсын деп жасайды ғой енді. Мен қабыл болмайды немесе ақыретке жіберемін деп жасамайды ғой. Сондықтан көп адамның бұл дұғадан үміті үзіліп немесе дұға қабыл болмай жатқан кездегі ішіндегі уайымын да түсінуге болады да. Өйткені ол қабыл болсын деген ниетпен ғана жасалады ғой дұға. Бір оқиға, мен өзімнің басымнан өткен бір оқиға. Әлі Нұр Мұбараққа түскен жоқ едік, 11-ші класс оқып жатамыз. Сол кезде бізде 10-ші класс па, 11-ші класс па, алғашқы әскери дайындық сабағы болады. Дәл сол уақытта біз армансыз бір өте қатты сол кезде уағыздар шығып жүреді ғой. Хит болып жатқан кезде. Өте қатты хит болып жатыр. Сол кезде ол кісі мен өте қатты жақсы көретін. Сол кісі бір уағызында мынандай бір оқиғаны айтады. Бір кісі жолда қайтып бара жатқан уақытында, үйіне қарай қайтып бара жатқан уақытында, жолда бір қарақшылар түсіп қалады. Қарақшылар оған айтады, бүкіл дүниеңді аламыз және сені өлтіреміз дейді. Ол айтады, ананы ал, мынаны ал, мен саған осындай жасап берейін, өлтірмеші дейді. Жоқ, оның барлығы сенің қолыңдағы дүниенің барлығы қазір біздікі. Енді сен жаныңды алғым келіп тұр дейді ғой. Сол кезде рұқсат берсеңдер 2 ракат намаз оқып алайын дейді. Оқиды, намаз оқиды. Сол кезде намазда тұрған уақытымда дейді, әмма юджибул муттарра иза дааху ва якшифу су ва яджалукум хулафа ал-ард әйлаху мa'аллах қул ламма тазаккарун. Қиналып, қиындыққа түскен адамның дұғасын қабыл ететін Алладан басқа бір құдайларың бар ма? Ал сендер өте аз ойланасыңдар. Алла тағала, ал сендер өте аз ойланасыңдар деген аят бар. Осы аяттан басқа аят есіме түспей қойды дейді. Сол аятты оқи бердім, намазымды бітірдім. Енді аналар қорқып тұрғандай болмас үшін тезірек оқып бітірдім де, енді ғана не істеп жатқан еді, бір атпен адам келді де, жаңағы кісінің жүрегін түйреп кетті дейді. Сол кезде кетіп бара жатқан уақытында кімсің деген кезде қиналып дұға еткен адамның дұғасына жауап берушінің әскерімін деді, кетті дейді. Осы оқиға менің өміріме өте қатты әсер еткен. Маған енді бір қандай да бір қиындық келетін болса, дәл осы аятпен оқып сұраған дұға тілектерім өте көп қабыл болған. Дәл сол кезде жаңағы алғашқы әскери дайындыққа барайық. Соңында бір жылды бітірген екен, қорытынды сайыстар бола бастады. Енді өмірімде былай тир атып көргенмен мылтықты, сол тирді қолға ұстап көрген жоқпыз. Сол кезде мені сол тир атушылардың қатарына жазып қойды. Енді өзім енді өте жеңіл қарадым басында. Бір сайысқа келіп, тура уақытта келген кезде барлығы атып жатыр ғой. Бір атқаннан тиісіп жатыр ғой. Енді бүкіл мектеп маған қарап тұр да, менің кезегім келді. Сол кезде осы дұғаны айтып, сол кезде атқан кезінде бір әйтпесе мен енді тирден де бір тигізіп жатқан шамалы өте алыстан сол кезде сол жерде тиізгенім бар еді. Содан бері менің жүрегімде осы дұға өте қатты қалып қойған. Солдан бері қиындыққа түстің ба, Алла тағаладан шын ниетпен сұраған, Алла тағала міндетті түрде де жауап береді деген өте үлкен сенім содан бері пайда болды. Қалай дұға етесіз сонда? Аятты оқып, сосын дұға етесіз? Бірінші аятты оқимын, содан кейін дұға етемін. Немесе сол аятты еске ала отыра дұға етемін. Мүмкіндік болатын болса, бірінші намаз оқимын, сол намазда сол аяттарды оқимын.
мейлінше. қай аятты айтсаңыз айт. Ахзаб сүресінің аяты әммә юджибул муттарра иза дааху ва якшифу суа ва яджалукум хулафа ал-ард а илаху мa'аллах қалилан ма тазаккарун дейтін аят. Машалла. Осы жақында Айдарханмен подкаст түсірген кезде айтып болған бұл оқиғаны, бірақ сонда айтайын, дұғаға қатысты ғой енді. Соңғы уақытта қатты дұғамның концентрациясы Фатиха сүресінде жүр. Өйткені Алла Тағала Құранда айтады: "Я айюхаллазина аману стаину бис-сабри вас-сала" дейді. Истаину аун, менен жәрдем тілеңдер намазбен және сабырлықпен дейді. Инналлаха мa'ас-сабирин. Немесе тағы бір аятта Истаину бис-сабри вас-сала иннаха лакабиратун илля алал хашиин. Осы аяттарда біз түсінеміз, намаз негізінде Құдайдан көмек сұрап алудың мүмкіндігі. Алла Тағала намазбен жәрдем сұраңдар дейді. Намазда тұрған кезде жаңағы iyяка нa'буду ва iyяка настаин, саған ғана құлшылық етіп сенен жәрдем сұраймын Алла деп айтып отырмыз ғой. Ихдина сиротал мустақим, мені тура жолға сала көр дегенде мен мынандай логикаға келді. Құдай намазбен көмек сұра деп айтты. Мен намазға тұрдым да көмек сұрадым. Енді Алла маған сұра деп мен сұрағаннан кейін оның жауап бермеуі ол енді ақылға қонбайды ғой, логикаға келмейді ғой. Алла өзі айтты, сұра деп мен сұрадым. Яғни мен дұғам қабыл болады деген уверенность қондай. Содан кейін ихдина сиротал Фатихада ихдина сиротал мустақим, мен тура жолға сала көр дегенде мынандай ойлар келеді. Тура жол деген кім? Сиротал лазина ан'амта алейхим. Нығметке бөленгендердің, пайғамбарлардың, шыншылдардың, шахидтердің, салихал адамдардың жолы ғой, негізінде Құранда келеді ғой, Араф сүресінде тапсыра. Яғни тура жол негізінде өмірінде дұрыс шешім қабылдайтын, Алланың жәрдемімен жүретін, Алланың қолдауымен тура жолда ізгілікте дұрыстықта қайтыс болған адамдардың жолы ғой негізінде. Сол жолды сұрау ғой. Бұл сол жолда жүрсің бе? Бітті бұл жерде. Қиындық көресің бе, рахат көресің бе? Сен әйтеуір тура жолда жүрсің да. Ең негізгі 5 уақыт намаз Құдайдан жәрдем сұрап алу мүмкіндігі негізінде. Соны қолдану керек. Мен мынандай мысал келтіремін жамағаттарға. Егер де саған 1 миллиардер өзінің телефон нөмірін беріп, таңғы 3-те маған звондашы, 4-те звондашы, сосын маған жағдайыңды айт, мен саған көмектесем десе, біз 2-де тұрып аламыз. Телефон нөмірді басып қоямыз ба заранее. 3 болған кезде басып қалып, мазалық болған жоқпын ба деп жаңағы миллиардерде, мысалға миллиардерде сіз звонда дегеннен кейін звондап тұрмын, менде осындай қарызым бар еді, мынандай мұқтаждығым бар еді, сізге енді қиын болмаса көмектесерсің, өзіңіз айттыңыз ғой деп жаңағындай шығасың ғой сол миллиардерді. Әлемдердің Раббысы намазбен менен көмек сұра деп тұрған кезде неге қолданбасқа бұл мүмкіндік деген мәселе. Енді бізде бір кезінде бір не болды ғой, енді ұстаздың бір сөзі бар еді. Жаңа бір қиындық болып жатыр, басқа болып жатыр. Енді ұстаз қалай енді деп несе отсаң, бір тахаджуд қой дейді. Енді бұл кісі енді бір тахаджуд кемсітіп жатқан жоқ, басқа қылып жатқан жоқ. Шын мәнінде дұғаның тахаджуд уақытында дұғаның қабыл болатындығының бір сенімі ғой жүрегіндегі. Менде мынандай бір оқиға болған. Енді таң намазына біз мешітті 40 минуттың алдын ашамыз. Одан кейін енді 40 минут не істейсің? Құранды оқисың, ұйықтап қалмас үшін тахаджуд оқисың, намаз оқисың. Бір күні қатты бір қиын болды, бір қарыздар болды, басқа болды. Құдайдан бір сол қарызымның көлемінде ақша сұрадым. Я Раббым, мен осы күні осылай беретін осынша қарызым бар еді деп. Сомасын айт. Сомасын айтып сұрадым. Сомасы 70 мың теңге ғой. Өй демеңіздер. Сотта сұрайсыздар ма деп. 70 мың теңге ғой. Сол 70 мың теңге, я Раббым, мен осы күні бүгін беруім керек еді оны деп Құдайдан сұрадым ғой. Сол күні маған сыйақы түседі 70 мың теңгеге ше. Сол кезде ой келеді да, ата бабамыздың сөзі бар ғой жаңағы, сұрасаң не дейді? Тие сұра. Тие сұра дейді ғой. Сол секілді шынымен ықыласпен сұрайтын болсаң, бірінші жәннатты сұрау керек екен да. Содан кейін барып дүниелік мәселеңді айта бер. Сол дұғам қабыл болды. Алла Тағала дәл сол күні мен ойламаған жерден ризықты алып келіп қойды. Алла. Бірақ дәл сол енді тағы бір қызық, әдетте енді бізде сыйақы бір не көлемде беріледі ғой. Именно сол мерекеде белгілі бір себептерге байланысты 70 мың теңге берілді. Сол көбірек сұрағанда мүмкін бәріңіз көп алатын едіңіздер. Енді бұл сөзіңіз ауызда Әбіш. Ол нәрселер біздің неде секілді ондай. Біздің қатарда ше. Енді алдарыңызға да келеді негізі, дұғаны қалай жасай алмайтынын білмей жатқан, немесе қазір дұға сатып жатқан адамдар бар.
дейміз соған, не дейсіздер? Енді мен өзім жалпы айтқым келетіні, неге мысалы қазіргі кезде әлеуметтік желілерде дұға сатып жатқандар көбейіп кетті. Біріншіден адамдар жауапкершілікті өзінен іздемейді. Тағы жауапкершілік. Иә, мысалы бір дұға етсең болды, бүкіл нәрсе шешіліп кетеді деп ойлайды. Бірақ негізі дұғаның бәрін қарасақ, Құранда, хадисте тұр сол дұғалар. Біз Алла тағаланың хаты Құран кәрімді ашып оқымаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистерін, хадисте келген дұғаларын оқымаймыз. Негізі дұғалар жайлы кітаптар көп, бірақ соны біздің халықтың кейбір адамдардың сауатсыздығын пайдаланып, діни сауатсыздығын пайдаланып, сондай мысалы кейбір алаяқ кісілер, кейбір енді сондай әлеуметтік желіде белсенді болып жүргендер дұға сатып сөйтіп жүр. Негізі сол дұғаларын алып қарасақ, кәдімгі Құран мен хадисте келген дұғалар бәрі. Екіншіден, дұғаны біз қалай жасаймыз? Мен өзім имам болып келген кезде таң намазынан кейін енді демаламыз ғой кішкене жаз уақыттарында. Сосын таңертең бір әйел кісі келеді, дұға етіп беріңізші, мен жолым жабылып қалды, что-то ісім алға баспай жатыр дейді. Сол кезде мен айтамын да, бірінші адам дұға жасайтын кезде әрине Алла тағалаға мадақ, пайғамбарға салауат айту керек, әрине дұғаның өзінің әдебі бар. Дұғаны жасағанда худурул қолып дейді, жүректің Алла тағалаға байлануы, адам баласы үмітсіздікке байланбауы деген нәрсе бар. Өйткені пайғамбарымыз дұғаны жасаған кезде айтады ғой, хадисінде Алла тағала ғапылдықта болған жүректің дұғасын қабыл етпейді дейді. Және де адам өзінің ішкен жегеніне, айтқан сөзіне қарау керек. Біріншіден, адам өзі не істеп жүр, қандай амал жасап жүр. Пайғамбарымыздың да хадисінде деді, адам өзінің жасаған күнәсі себепті өзінің ризық несібесінен де қағылады деп. Сол сияқты адам бірінші өзі немен қоректеніп жүргеніне қарау керек. Мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде де мысал келтіреді, бір адам дұға жасайды, сонда пайғамбарымыз хадисінде ол адамның ішкені де арам, жегені де арам, кигені де арам, ол қалай оның дұғасы қабыл болады деген. Адам бірінші өзінің қандай сипатта өмір сүріп жүргеніне қарау керек. Осы кезде бір кішігірім қосып жіберейінші. Ғалымдарымыз дұға жайында айтқан кезде, Алла тағаланың дұғаны қабыл ету жайында айтқан кезде, дұғаның ерекшелігін көрсету үшін, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның осы хадисін түсіндірген кезде былай түсіндіреді: Алла тағала адам баласының дұғасын қабыл етуші. Сондықтан негізі адам баласының жегені, ішкені, кигені арам болатын болса, ол дұғаның қабыл болмауына үлкен бір себеп болады дейді. Бірақ пайғамбардың өзі дұға қабыл болмайды деп айтып тұрған жоқ дейді. Осындай үш бойында адамның бойында ішкені, кигені, жегені арам болса да, дұғасы қабыл болмайды деп айтып отқан жоқ дейді. Қалай қабыл болады дейді. Яғни қабыл болуына үлкен кедергі екендігін көрсетіп жатыр. Бірақ ешқашан сенің дұғаң қабыл болмайды деп айта алмайсың. Бұл дұғаның үлкендігі. Шайтанның да сұрағаны қабыл болды ғой деген секілді ғой. Ендігі жаңа тағы бір мәселе, не үшін дұға сатылып жатыр? Енді бұл бірінші адамдардың маркетингі ғой. Сатып жатқан кезде не деп сатады? Мен осыны айтып едім, осындай болды. Мен осыны айтып едім, осындай болды. Ал дәл сол Құрандағы дұғалардың, Құранда Алла тағала былайша айтқан кезде, енді уалиллахил масалу аля, маркетинг жасап қойды сол дұғаның мысалы. Құрандағы дұғалардың былай айтқан қабыл болған дұғалар ғой. Құранда Алла тағала келтіреді, менің құлым осылай дұға жасады, мен қабыл еттім. Адам алейхиссаламға осылай дұға жасап үйреттім, ол оныкін қабыл еттім. Муса алейхиссалам менен кешірім сұрады, мен оныкін қабыл еттім. Юнус алейхиссаламның оқиғасын айтыңызшы мысалы. وَذَنُّنْ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. Қараңғылықтардың ішінде дұға етті. Алла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Қараңызшы, тағы да бір нәрсе. Не айтып отыр? Бірінші Алла тағаланы мақтап отыр, ұлықтап отыр. Ла илаха илля анта. Бірінші мойындау ғой дұғадағы мәселе. Бірінші өзіңнің құл екеніңді, Құдайдың Құдай екендігін мойындау. Субханак, одан кейін барып Құдайды ұлықтайды. Одан кейін барып инни кунту миназ залимин. Өзіңнің жағдайын айтады. Ол жерде мені құтқар деген жоқ. Мені осылай жаса деген жоқ. Екі нәрсе ғана жасады. Үш нәрсе жасады. Біріншісі Алла тағаланы мойындады, екіншісі Алла тағаланы ұлықтады, пәктеді, үшіншісі тек қана жағдайын айтты. Және өзінің жағдайында сол мойындады сол жағдайды. Басқа Айюб алейхиссалам инни массания дурру деді. Маған қиындық келді деп қана қойды. Енді жаңағы Юнус алейхиссалам дұғасына оралайық. Артынша Алла тағала не дейді? Фастажабна лаху ва наджайнаху минал ғам. Біз оған жауап бердік, және оны қиыншылықтан шығардық. Тағы не дейді? Кәзалика нунжил муъминин. Осылай дұға ететін болса, басқа мүміндерден шығарамыз дейді. Былайша айтқан кезде қазіргі жасап жатқан маркетингті адам айтып жатқан нәрсені Құдай айтып тұр да.
бірақ өкінішке орай біз ол дұғадан асқан бір дұға іздеп жүрміз. Сондықтан біз дұға сатып алғымыз келеді, басқаға қараймыз. Біреуден ұстаз не дұға етіп жүрсіз, соншалықты бай болатын, немесе ана машинаға қалай жеттіңіз, не дұға айттыңыз. Бірақ біз Құранда, хадисте келген дұғаларға өкінішке орай мән бермей жатырмыз. Сондықтан бір үлкен қателігіміз сол болды. Сәл материалистік өткеніміз ғой, көзбен өкінішке орай. Менде дұға, соңғы уақытта дұғаның қабыл болу жайлы мынандай 3 түрлі версия шығып отыр. Біріншісі намазбен дұға жасау. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи қиын жағдайларда намазды ұзақ оқыған деп хадистер келіп келеді. Хандақтың алдында, Бәдірдің алдында пайғамбар кәдімгідей түні бойы намаз оқып Құдайға жалбарынған дейді. Яғни сондай бір қиын жағдайларда адам істі болып қалып жатады, мысалы түрмеге түсейін деп жатады, қазіргі ситуацияда енді бір операцияның алдына барайын деп жатады, мысалы басқа да бір өте уайым келетін ситуация түні бойы намаз оқыған дұрыс, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Екінші салауатпен Убай ибн Каабқа үйреткендей кейде тек пайғамбар үшін дұға жасау. Бауырымыз ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, мұсылман бізге ұстазымыз, пайғамбарымыз, біздің бауырымыз, біздің жақсы көретініміз. Пайғамбар айтады ғой, бауырың үшін дұға етсе періштелер әмин дейді ғой. Біз пайғамбар үшін дұға жасауымыз, салауат айтуымыз, салауат дұға ғой осы пайғамбарға, Алланың мейірімін тілеу ғой. Сөйтіп пайғамбар үшін көп салауаттар, уәсила сұрап жаңағындай пайғамбарға үшін көп жаңағындай жалбарынсақ, Алла бізге одан есесін қайтарып, хадисте келгенде Убай, егер сен дұғаңның күллісін салауатпен бастап салауатпен аяқтайтын болса, салауат болатын болса, күллісі, онда Алла сенің мұңыңды шешеді де күнәларыңды кешіреді дейді. Салауат Одан басқа не керек дейсіз ғой? Иә, одан басқа тек салауат айта берші, дұға жасап алмай ақ қой. Салауат айта берші, пайғамбардың уәдесі бар бұл жерде, сенің мұңың, сенің уайымың шешіледі және де күнә кешіреді. Бұған қатысты көптеген тәжірибе бар. Қазір жамағаттың арасында да кәдімгі жігіттер айтады, мен салауатты күніне 4000 салауат жасайтын едім. Жаңа 400-ден 4000-ге көтеріп 10 күн қатарынан салауат айтып едім. Ойламаған жерде көлікті болдым, үйлі болдым, қарызым 38 миллион қарызымды қайтардым деген сияқты мысалға. Қандай салауат айтқан екен деп? Жоқ, қарапайым салауат. Одан бір ерекше салауат жоқ, тек пайғамбарға ықыласпен дұға жасау. Бірақ бір қызығы санайды екен да, санап күнге 4000-ге, 1000-ға, 2000-ға, 10.000-ға толтырмаса өзінің өрдер сияқты ше, ұйықтамайды екен. Сондай мәселе мысалы салауат. Екіншісі Алла. Екінші салауат, үшіншісі мен қосып жіберсем болады ма? Қазір намаз, салауат бір күшті, үшіншісі бар еді жаңағы айтқым келіп тұрған. Истихфар. Истихфар дұрыс, истихфар үшін уәделер бар, Алладан кешірім сұрау, Құрандағы дұғалар бар. Дұға етудің әдебі немесе дұға ету жайында үлкен бір мысал ретінде Құрандағы мысалдар келтірілді ғой. Соның ішінде Закария алейхиссалам баласы болмады. Сол кезде ғалымдарымыз Құран кәрімдегі аяттардан шығара келе, дұғада адам өте қатты берік болу керек дейді да. Бір дұға еттім, қоя салмау керек. Дұға ете беру керек. Оған бір дәлел Закария алейхиссалам. Періштелер оны сүйіншілеуге келген кезде оны қандай күйінде тапты? Ол михрабта дұға етіп, намаз оқып жатқан кезінде тапты дейді. Яғни бұл жердегі ғалымдарымыз Алла Тағала бұны не үшін келтірді деген кезде, кей ғалымдарымыз айтады, ол адамның дұғадағы тұрақтылығы. Дұға айтасың ба? Тұрақты бол, көп айт. Ол жерде бір табандылық қой. Мысалы, кішкентай бала әкесінен, өзінің үлкен ағасынан бір нәрсе сұраса, бұл алмайынша қоймайды ғой. Жылайды, сұрайды. Ал неге біз дүниелік, ақыреттік мәселеге келген кезімізде олай сұрамаймыз? Андай секілді де кейде біздің ойымызда, я Раббым жәннетті бер. Айттым деген секілді болып қалатынымыз да өкінішке орай. Ал бірақ ол нәрседе табанды болып, біздің жүрегіміз сол нәрсені қалап тұрғанын көрсете алмаймыз өкінішке орай. Сондықтан дұғаның бір әдебі ретінде дұғада тұрақты болу керек еді. Және дұғаның тағы бір әдепі, ол Алла Тағаланың берген нығметіне мен мұқтажбын деп дұға ету керек екен. Мына Мұса алейхиссалам дұғасы бар ғой. Мұса алейхиссалам Фирғауынның елінен кетіп, Шұғайб алейхиссалам, Шұғайб пайғамбардың еліне келген кезде, сол кезде қатты енді қиналады, өзін жалғыз сезінеді. Сол кезде мына дұғаны айтады: Робби инни лима анзалта илайя мин хойрин фақир дейді. Я Аллах Тағалам, сенің берген әрбір нығметіне мен мұқтажбын, фақырмын деп сол дұға еткен кезде Алла Тағала оған барлық нәрсені нәсіп етеді. Оған отбасын деген сияқты, отбасын құруды, басқа да мысалы проблемалары сол кезде шешіледі. Демек сол кезде осы дұғаны айтқан өте дұрыс деп ойлаймын. Әрине көп жалпы Құран кәрімдегі барлық пайғамбарлардың дұғасын
қайсысын дұғамызға қоссақ та артықшылық етпейді. жаңағы дұғада тағы да бір айтылатын мәселе да, көп пайғамбарлардың дұғасы дүниелік мәселеге келген кезде я Раббым былай болсын деп сұрамайды да, тек қана өзінің жағдайын айтады. Көбінесе Аюб алейхиссалам, Юнус алейхиссалам, Мұса алейхиссалам өзінің жағдайын айтып жатыр, тек қана былай болсын деп сұрап жатқан жоқ та. Не болу керек, не болу керектігін Құдай жақсырақ білуші. Сондықтан кейде біз андай ғой, я Құдай маған мына адамды жолықтыр, мынаны не істе деп жаңағы белгіленген бір адам сұрап жатады. Бір адамнан естідім, бір кісі келіп тұр алдымызға, Құдайдан бір адам сұрадым дейді. Енді сұраған кезде енді қайырлы болсын деп сұрадың ба десем, айтады, я Раббым қайырлы болса берші, егер қайырлысы болса қайырлы қылып берші деп сұрады дейді. Енді былайша айтқан кезде ол өз жағдайын Құдайдан артық білетін секілді көрсетіп тұр да ол жерде ше. Я оның пенделік дұғасы ғой енді. Бірақ дегенмен ол жерде пайғамбарлардың үлгісі қандай еді деген мәселе ғой. Пайғамбарлар тіпті ол нәрсеге жақындаған жоқ та, ал біз керісінше егер қайырсыз болса бізге қайырлы қылып берші, Құдай біздің дұғамызды қабыл етуші ғой. Я Құдай дұғаңды қабыл етуші, бірақ дұғаның өзінің белгілі бір әдебі болады ғой. Сен мысалы біреуден сұрайтын болсаң, жаңағы миллиардер бір нәрсе сұрайтын болсаң, берсең де бер, бермесең де бер деп сұрамайсың ғой. Мысалы да, тура сондай оқиға болатын болса, жағынып кетесің ғой. Енді әрине дұғада астамшылық деген нәрседен тыйылу керек қой. Яғни Алла тағаланың жоспары бөлек, біздің жоспарымыз бөлек екен. Жалпы мен өзімнің өмірімде бір келтіретін болсақ, енді ең бірінші магистратураға түскен кезде, оқуға түскен кезде шынымен мен грантқа түсе алмай қалған болатынмын. Аз ғана жетпей қалды да сәттілік. Бірақ тәуекелдеп аз ғана жетпей қалды. Мен де айтып, сіз 2 балл жетпей қалды. Сондай жағдай болды енді. Бірақ мен тәуекелдеп оқуымды жалғастырамын деп жолға шығып кеттім. Сол кезде енді қиындықтар байқалды. Қаржылық қиындықтар деген сияқты. Сол кезде енді шынымен Алла тағаладан сұрадым. Берсең, я Аллах тағалам өзінің қайырымен, берекетімен бер деп солай дұға жасаған болатын. Сондықтан дұға жасаған кезде оның қайырлысын сұрау керек та. Жаңағы Әли сөз айтып жатқандай, кейбір адамдар сөйтіп маған қайырлы етші деп олай айтпау керек. Дұғаңыздың арқасында қайырлы ортада отырсыз сондай. Алла тағала дұғам қабыл деп айтып отқан жоқ. Алла тағала сондай нәрсе айтпай отырсыз. жоспары бөлек қой. Қайырлы дұрыс айтасыз. Жаңағы үшінші дұғаның тағы бір түрі, енді былай дұға жасамай, еш нәрсе сұрамай бір әрекетпен дұға жасаушылардан да қайырлысына иемденудің бір түрі Құран оқу. Қателеспесем, енді хадистің дәрежесін мен білмеймін. Кім уақытын Құранға сарп ететін болса, оған сұраушылардан да артық нәрсе береді. Бұны біз қарилардан көп естиміз. Олар күні 10-12 сағат Құранға оқытар дейді ғой. Былай айтқанда болды. Дұға жасамайды деп ойлаймын, кей кезде сол кісілердің ше. Айтады, жоқ, біз сұрамасақ та ойлаған нәрсеміз алдымызға келіп жатады дейді ғой. Яғни жаңағы Құран өз уақытында Құранға білімге арналған, енді бұл жақта Құран оқу деген кезде мен ойламаймын, жаңағы түсінбей Құран оқи беру деп ше. Бұл жақта пайғамбардың айтқысы келгені, өйткені ол кісінің түсінігінде мен ойлаймын енді ол кезде Құранды оқыған бәрі түсініп тұр ғой енді ол кісі. Құран оқитындар бәрі түсініп оқиды ғой ол кісінің заманында. Құранға көңіл бөліп оқыса, адам Алланың тәлімінен үйренуге тырысып көңіл бөлетін болса, Алла тағала ол кісіге сұраушылардан да артық беріледі. Ол бір. Әрине енді түсінбей Құран оқысаң да ол әсер ететін жаңағы оның берекеті болу керек. Екіншісі, салауат айта берсең, дұға жасамай, ол дұға қабыл болады. Жаңағы үшіншісі намаздан кейін дұға жасау, сәждеде дұға жасау, одан кейін кәдімгі сұрай беру керек. Аллаға мақтау, пайғамбарға салауат, қажеттілігін қайтадан салауат, дұға кәдімгі қарапайым сұрақ. Яғни ол үшін дәрет керегі жоқ, ол үшін уақыт керегі жоқ, ол үшін бір мекен керегі жоқ. Дұға деген сонымен керемет. Кез келген сәтте сен Алламен байланыстасың да. Алладан сұрай аласың. Алла саған дұға жасаудың есігін жауып қойған жоқ. Сондықтан осы мәселені қолданып адам дұғасында тұрақты болу керек. Әлекең айтқандай дұрыс еді. Дұғасында тұрақты болу керек. Бізде бір қызығы мен байқаймын. Тұрақты деген әрдайым дұға етіп тұрмай, табанды болу ма? Табанды болу, намаздың өзі дұға, бізде 5 уақыт намаз дұға, бізде салауаттың өзі дұға пайғамбар үшін. Бірақ мен байқаймын, көбіне намаз оқымайтын кісілер көбіне байқаймын, дұғадан өте аз. Олардың бір дұға жасаған тек тамақ ішіп біткеннен кейін болмаса, бір байқамаймын, шыны керек. Бір
намаз оқитын адам мен намаз оқымайтын адамның айырмашылығында дұғаның көптігі бар. Сонда да әсер бар. Өйткені намаз оқитын адам салауатты да үйренеді, дұғаның түр-түрін үйренеді, Құрандағы пайғамбарлардың дұғаның түсін үйренеді. Дұғамен өмірі көбірек байланыс қапсатты. Ал намаздан алыс, діннен алыс болып жүрген адам сол бір білімнен, дұға жасау әдебінен, дұғаның түр-түрінен, қай кезде жасау, жаңбыр кезінде, түн бір уақытында, жұмада деген сияқты күшті сәттерден, қадір түнінен махрұмға батады негізінде. Иә. Жаңа жаңбырдағы дұға деген есі кетсе, жаңбырда дұғада кім айтты? мен аз болсам тура сол керек болып тұрады да. Жоқ, жаңбырда дұға, жаңбыр кезінде дұға жасау керек деген секілді әдептерін айтып жатыр ғой. Біз орбитада тұратын едім ол кезде, кішкене жол ұзақ, автобусқа міне алмай қалдым ба, кішкене біраз жаяу жүріп қалдым. Сол кезде өте қатты бір жаңбыр жауып тұрды. Сол кезде бір осы жаңбырдағы дұға қабыл ғой деген сезім болды да. Сол кезде дұға деген нәрсенің маған бір жаңа қыры ашылды. Ол қалай? Кетіп бара жатырмын. Я Раббым, мен қолым жайып тұрған жоқпын, басқа қылып тұрған жоқпын. Я Раббым, мен жағдайым осындай, маған осындай нәсіп етші деп сұрап келе жатырмын. Сол кезде маған ой келді да, негізі дұға деген бұл Құдаймен сөйлесу ғой деймін да. Сол кезде маған жүрегіме келді, әйтпесе қанша жыл осы дінді оқыдық, оған дейін қанша жыл дұға еттік. Бірақ шын мәнінде сол кезде маған ой келді, мен сөйлеп жатырмын, сіз мені қалай естіп тұрсыз? Алла тағала бұдан да жақын естіп тұр, бұдан да жүрегім түбін біліп тұр. Сол кезде мен жүрегімдегі нәрсені айта бастадым. Сол кезде маған осы нәрсені бірнеше рет практикадан өткеннен кейін екінші қара ашыла бастады. Маған ой келді. Бір кезде ой келді. Неге дұға жасау керек? Мен жүрегімде бар емес па? Неге оны айтуым керек деп. Сол кезде маған екінші нәрсе ашылды. Айтқан сайын бірінші мен өзімнің жағдайымды түсіне бастадым. Екінші маған өзіме не керектігін біле бастадым. Менің мақсатым не? Құдайдан не сұраймын мен? Қай жаққа бара жатырмын? Ұмтылып жатырмын. Былайша айтқан кезде сенің өзіңе өміріңе анализ жасай алады екенсің да. Дұға жасайсың, мысалы Құдайдан сұрайсың, я Раббым, маған осы нәрсе. Енді біз үнемі жатталып қалған нәрсе айтамыз, я Раббым, нәсіп ет бір нәрсе. Білім нәсіп ет. Ал шын мәнінде солай кетіп бара жатқан кезде, я Раббым, менің жағдайым осындай. Мен осындай кезде күнә жасап қойдым. Немесе бір нәрсе істеп қойдым. Немесе маған осындай қиындықтар болып жатыр. Мысалы, мен бала шағамда сыртқа алып шыға алмадым, себебі менде осындай мүмкіндігім болған жоқ. Я Раббым деп айтатын болсаң, сенің не керек емес, өзің қай жаққа бара жатсың, немесе жалпы өзіңнің күнә қателіктеріңнің, мұқтаждықтарыңның бәрін түсіне аласың екенсің. Және өзіңнің Құдайға мұқтаж екеніңді тағы өз-өзіңе дәлелдей береді екенсің. Ал егер сен дұға жасамай, ол нәрсені қалдырып, намаздан кейін бірден тұрып кетіп, немесе мүлде дұғаға уақыт бөлмей бастасаң, мен өзімде сондай болады екен да, мұқтаж екенімді түсіне алмай қалады екен. Өзім бір нәрсе шеше алатын секілді болып қалады екен. Сол кезде маған дұғаның артықшылығы сондай кезде өте қатты әсер етті. Ал Құдайға мұқтажсыздық бұл өте үлкен айып. Алла тағала Абу Жахілді сипаттаған кезде қалай келді Алақ сүресінде. Ол өзін мұқтажсыз санады. Сосын кімдер Абаса сүресінде пайғамбарды тыңдап отқан нелер болды, байлар болды ғой. Сен сонда зағипқа көңіл бөлмедің де өздерін мұқтажсыз санағандарға көңіл бөліп тырысып жатсың деген айтады ғой, аятта шығып келеді ғой. Сол кезде айтады, истағына деп келеді. Истағына, олар Құдайдан өздерін мұқтаж санағандар. Құдайдан өзін мұқтаж санау үлкен айып негізінде. Әрине. Ол өйткені ол біріншіден өтірік. Сен мұқтажсың. А мұқтажсыз санау ол тәкаппарлық. Құдаймен өмірің байланысты екендігін мойындамау, бұл күпірлік. Яғни өте ауыр нәрсе негізінде. Көбінесе осы нәрсені дұғаны жасамай жүрген адамдардан, немесе бұл нәрсені жасамай кеткен кезде өзімізден де байқалатын нәрсе осы нәрсе ғой, өкінішке орай. Біз ойламаймыз, біз мұқтаж емеспіз деп ойламаймыз. Біз тілімізде барлығында айтамыз, Құдайға мұқтаж, бәрін Алла тағала ғой деп. Бірақ шын мәнінде келген кезде жаңағы бір нәрсе жаса, немесе бір нәрсе жасау керек болған кезде істей саламыз ғой дейтін, немесе жаңағы бір звонок қой дейтін нәрселер неден шығады? Өкінішке орай мұқтажсыз санаудан шығады да. Бір кісі болды. Шешіп тұрмыз ғой. Бір кісі болды. Бір аста болдық. Көпшілігіңіз басында өткен шығар мүмкін. Көбінесе астарға барған кезде үлкен кісілерге бата бергізеді. Енді ана кісі енді билікте отырды ма екен, өте қатты бай болды ма екен.
енді былайша айтқанда әмір беріп үйреніп қалған адам ғой. Дұға жасаса десе, Құдай маған осындай жаңағы нәсіп ет, ана әмірдің бұйрықтың тонымен дұға жасап жатыр да. Ол да ол әдет солай болуы мүмкін, басқа солай мүмкін, бірақ дұғаның әдебі бар ғой. Өзім бұл неден шығып тұр, ар жағынан ол өкінішке қарай мұқтажсыздық деген нәрсе шығады да. Сол нәрседен Құдай сақтау, абай болу керек. Өйткені мұқтажсыздық деген нәрсе, сіз айтпақшы, ол өтірік нәрсе. Барлық адам Құдайға мұқтаж. Жалпы негізі балағ әлемінде де өзі жаңағы мәселеге қатысты сөз үшке бөлінеді екен. Біріншісі әмір деген, ол жоғарыдан төменге жасайтын бұйрық. Мысалы өзіңіздің балаңызға, бауырыңызға әмір бере аласыз. Ініңізге мынаны істеп таста деген сияқты. Илтимас деген бар, өзімен қатарлас адамнан сұрау, мынаны істей аласың ба, көмектесіп жібере аласың ба деген, ол илтимас деп аталынады. Ал дұға деген, ол төменнен жоғарыға жасайтын нәрсе. Мысалы құлдың Алла тағалаға жасауы ол дұға, тілегі. Осы нәрсені өте ұмытпауымыз керек. Және де мынау өзімнің басынан өткен жағдай, бір ағамыз келіп менен сұрайды, бауырым, мен мінез құлқым түзеліп кетсе екен деп дұға жасай аласың ба? Осындай ұстазбен жолықсам едім деп. Мен айттым, мен ол ұстаздың номерін білмеймін. Дұға жасайын, бірақ мына нәрсені ұмытпаңыз. Бірінші дұға жасаған кезде өзіміздің құл екенімізді, Алла тағалаға мұқтаж екендігімізді, кішіпейілділікпен дұға жасау керектігін мен айтып түсіндірдім. Сосын ол кісі менің сөзімді бөле беріп, бауырым, сен менің жағдайымды білмейсің ғой, менің қандай тәкаппарлығым бар, мынандайым бар деген кезде мен айттым, пайғамбарымыздың мынандай дұғасы бар. Я Аллах тағалам, менің жаратылысымды көркем еткендей, менің мінезімді де көркем етші деген осы дұға бар, соны жасасаңыз болады дедім. Осы дұғаны жасасаңыз, оның өзі де бір сізге үлкен көмек болады деп мен ол кісіге айттым. Сосын ол кісі маған айтады, мен намазымды тастап кеттім, қайтадан намазымды бастауға мен қорқып жүрмін, қайтадан тастап қоймайын ба деп сондай сұрақ қойған кезде мен айттым, намаз тастау әрине үлкен күнә, бірақ Алла тағала өзінің күнәсіне тәубе етіп өкінген адамның тәубесін қабыл етеді деп мен сол кісіге біраз жұбатулар айтқан едім. Кейін ол кісі намаз оқып сөйтіп кетті негізі ше. Намазға нетіп соған бір негізі мен кейін ол кісі менімен құпта намаздан кейін сөйлесті. Келесі күні 5 намазына барсам, ол кісі жүр екен де жамағаттың арасында. Соған кішкене бір өзім бір мұсылман адамға бір дұрыс бағыт бағдар бере алғаныма бір қуандым әрине. Енді ол Алла тағаланың ісі ғой. Біздікі тек қана жеткізу. Алла тағала айтады ғой. Алладан болған нәтижесі. Ва ма ғалайна иллал балағул мубин. Біздікі тек қана жеткізу. Сол сияқты нәрсе ғой. Дұға етіп бердіңіз ба? Енді әрине ол кісі үшін дұға еттім, бірақ мен айттым, әрине мен сіз үшін дұға етем, бірақ әрекет өзіңізден болу керек. Сіз өзіңіз әрекет қылсаңыз, иншалла Алла тағала сіздің ниетіңізге жеткізеді деп мен ол кісіге бір айтып түсіндірген болатынмын. Мұнан әрине біздің қазақта дұрыс үлкен кісілерден бата алу деген өте жақсы нәрсе. Бірақ адам тек онымен ғана шектеліп қалмау керек та. Дұғаның өзі екі түрі болады. Әрине Алла тағаладан жасау дұғасы бар, және фиғли деген бар, өзінің ісінен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрекет жасау ол да дұға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір үлкен апа әже келіп сұрайды ғой, уа Алланың елшісі, менің түйем қаншама күннен бері су ішпей жатыр, шөп жемей жатыр, мен түйем үшін дұға етіп жатырмын, дұғам қабыл болмай жатыр деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады ғой, уа апай, дұғаңызға қарамай қосыңыз дейді. Сол кезде әлгі апай түсінеді, қазіргі кездегі қарамайды сол түйенің аузына жаққан кезде оның аузындағы микробтар өледі. Ал демек ол түйесінің тамақ жемей жатқан себебі, шөп жемей жатқан себебі ол аузындағы микроб екен. Демек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тек қол жайып дұға жасауды ғана емес, әрекет етуді үйретті. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына айтқан жоқ қой, тек қана аятул курси, фалақ нас сүресін ғана оқып жаудан қорғандар деген жоқ. Қылыш алып еліңді жеріңді қорға деп пайғамбарымыз әрекетпен де көрсетті. Сондықтан бұл жерде егер Алла тағала біздің сұрағанымызды бере беретін болса, мұсылмандар жалпы біз жатып жер жалқауға айналатын едік. Сондықтан әрекет деген нәрсе ол өте маңызды нәрсе деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Жаңағы бір енді кішігірім Айбекеңнің темасынан тақырыбына кішкене ауытсақ, бір кісімен сөйлесіп отырмыз. Айтады, енді дұғаға байланысты бір әңгіме болды. Ереке жалпы дұғаға байланысты деп
сұрап жатсам мынандай бір оқиғасын айтып жатыр да. Бір кісілерге мен сұрайтын едім, маған дұға етіп жіберсеңіз деп. Жаңағы Меккеге барған кезде, Кағбаға барған уақытыңызда, былай барған уақытыңызда мені көп көңілімді қалдырған нәрсе ол кісілер енді жалпы мұсылмандарға дұға еттім ғой, соның ішіне кіресің ғой деген нәрсені айттым дейді. Атын атамаған. Атын атамаған, енді содан біраз көңілі қалып кеткен. Енді маған біреу дұға етші деп айтатын болса, мен аты жөнін бәрін сұрап алып мен дұға етемін дейді де. Енді осы кезде бір екі нәрсе айтқым келеді. Біріншісі, бір адам сізге келіп дұға етіп жіберші деп сұрап тұрды ма, ол сізден қандай да бір жақсылықты көріп тұр. Немесе пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам секілді бір пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның ағасы Аббастан Омар радиаллаху анху дұға сұрады ғой. Сол секілді қандай да бір шарапатты көріп тұр да сізден. Соған сіз адамдардың дұғасына бейжай қарамауыңыз керек. Екінші мәселе, кейбір адамдар болады, барлығынан сөйтіп сұрай береді. Ол өзінің дұғасы қабыл болмайтын секілді сезіледі. Осы нәрседен сақ болу керек. Бір күні ұстаз сабақ беріп отқан уақытта мен жаңағы арамыздағы бір кісіге, Нұреке, мен мына тойға барғым келіп тұрған жоқ, менің жағдайым болмай тұр бұл тойға баруға, сабағымыз бар, материал жағдай келмей тұр деп айтты. Сол кезде жаңа бір дұға етіп жүріңізші деді да, енді барғым келмей тұр деп. Сол кезде жаңа Нұреке, ұстаз, тойды болмайтын қылайын ба, или сізді бармайтын қылайын ба деп. Енді ол жігіт жас жігіт, енді шынымен дұғасының қабыл болатындығына сеніп тұр да. Және ол ұстаздың дұғасын, ой, менен дұға сұрап тұрма деп тұрған жоқ та. Ол екі, былайша айтқан кезде ол нәрсеге толыққанды жауапкершілікпен қарап тұр, және өзінің дұғасының қабыл болатынына күмән келтіріп тұрған жоқ. Тасаттыққа шыққан кезде жалғыз зонтикап шыққан қыз секілді ма? Сол секілді ғой енді. Тасаттыққа шыққан кезде бүкіл үлкен кісілерді жаңбыр сұрауға барамыз деген кезде серьезно қабылдаған бір қыз болған ғой. Серьезно сен? Серьезно қабылдаған. Серьезно бір қыз ше. Бізде өкінішке орай тағы да бір кішігірім мәселе, біз дұға еткен кезде қабыл болатынында күмәніміз болып тұрады өкінішке орай. Мысалы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды түсіңізде көруге дұға еттіңіз ба? Еттіңіз ғой. Барлық мұсылман етеді да. Бірақ дұға етіп алады да ұйықтамай жүреді 3-4 сағат. Егер ол сол кезде мен дұға еттім, көремін деген нақты сенім болатын болса, бірден жатып қалу керек еді. Мысалы бір ғана бұл толыққанды емес, бір ғана менің жүрегімде болған нәрсе да. Мысалы мен өзім пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды көрейінші деп дұға етемін да. Бір қарасам мен сол дұғадан кейін 3 сағат ұйықтамағанмын да. Ал сен қазір президент келсін деп дұға еттің, президент точно келетін болса, немесе бір үлкен бір кісі точно келеді, сен айтқаннан кейін келетін болса, сен соған дайындалып бастайсың ғой. Ал біз өзіміздің дұғамызға сенімсіз емеспіз да өкінішке орай. Дұға етіп аламыз да, ол дұғамызды ұмытып кетеміз. Былайша айтқанда біз соған амал жасамаймыз. Екінші бір нәрсені шығарған сияқтысыздар сіздер. Бірінші адамның өзінің дұға етуін жақсы мысалдар келтірдіңіздер, қалай дұға етеді деген. Екінші бір мәселе сен үшін дұға ететін жандардың қасында болу да үлкен бақыт. Бір имам айтып жатыр, лампочка ауысып жүрген ғой мешітте. Сөйтіп ағасы сонда қапты. Аға дегенде енді мешітте бірге бір сапта тұратын, ол Алматыда әлгі звондап жатқан кісі Таразда. Әлгі лампочка ауыстырып жатқан имам біраз жылдар болған екен, бала көре алмай жүрген ғой. Сөйтіп лампочка ауыстырып жатып, аға звондап қалды, трубканы осылай айтпақшы, аға сүйінші, Құдай қаласа сәбилі болғалы жатыр. Анау ағам өкіріп жылап жүрді дейді. Ой, не болып қалды? Дұғам қабыл болған екен ғой. Арада 3 жылға жуық уақыт өткен, осы өзіңмен кездескелден бері ешбір намазымда сені тастамадым. Енді имамдық қызметпен бір сапарлас болып қалған едім дейді. Сонда ана жерде тұрып, төбеде тұрып өзім құлап кете салдым дейді. Менің күмәнім бар, менің анам, әкем, немесе мен бауырларымның бұлай дұға еткені, бірақ айдаладағы бір намазда, бір сапарда бауыр болған кісінің әр намазын солай дұға еткенін көріп, Алла. Таң қалдым. Сондықтан маңызды тағы да сол қасыңда сол шынайы сен үшін дұға ететін бауырларының болуы маңызды ғой. Жасымыз үлкейген сайын сіздерде де байқала ма, қазір менде уайым бар, бала шағам қалай тәрбие болады.
қалай ата аналарыңыз айтып жүрмеді баяғыда мынау балалар туғанмен мінезім тумайды екенмін деп айтып жүрмеді мысалы үйде қанша жасқа келсіздер? 3 ағайындымыз ғой. Үшеуіңіз үш түрлі ғой. Бізде сол үшеуміз үш түрлі деген сияқты. Әдейлер алтауымыз алты түрлі сол сияқты бала шағаң әртүрлі ғой, оның жүрегіне иман беретін Құдай тағала ғой, соны бір уайым болатын да, қалай не істесе болады. Бізден дұға ғой енді. Сонда бір оқиғаны естіп едім, мынау Түркия елінде осындай бір отбасыға сұхбат алуға журналист барқапты. Бәрі иман жүзді, намазда негізі қиын ғой енді. Бір үйде 6 адам болса 6 түрлі, оның бәрі намазда болу енді. Өздерінде келісетін шығарсыңдар. Бәрі оңай нәрсе емес қой. Ол да бір Құдайдан беретін бір нығмет қой. Бәрі намазда, жай ғана намаз емес, ықыласты, берік кісілер екен. Соны журналист сұрапты. Бұның сыры не, тәрбиеде қандай бір лайфхактар бар деген сияқты. Не істедіңіз? Медресе ма, жастайынан бері сөйтіп айтты. Енді ойланыпты да, негізі қатты ештеңе жоқ, ел берген тәрбиені беріп отыр, бірақ бір нәрсе бар, сол болса сол шығар деп. Ол намазымызда енді бізде ат-тахият оқығаннан кейін, Аллахумма солли, Аллахумма барик оқығаннан кейін көбіміз біз Роббана мен қыса қайырамыз, әйтпесе фиқта білетіндерінде өздерінің ол жерде Құранда келген, хадисте келген Құранда дұғаларды қосуға болады. Сол кезде мен өмірі осы Роббанан айтып болғаннан кейін Робби жаални муқима салати ва мин зуррияти Роббана ва тақаббал дуа. Яғни мені және зурриятымды намаз оқушылардан ете көр деген дұғаны тастамайды. Бұл да бір ескеретін нәрсе, ұрпағыңыздың бір иманда болуына бір себепкер болатын осы бір дұға болатын шығар бәлкім. Осы намаздағы дұға дегеннен кішігірім еске түседі. Енді созып жіберсек айып етпеңіздер. Намазда бір күні осы оқиғаны естігеннен кейін намазға әртүрлі дұғаларды қосып бастадым. Сол кезде дәл осы нәрсе, мысалы Робби зидни айлман деген дұғаны қосып жүріп оқыған айларымызда, оқыған кездерімізде, намазымызда дәл сол кезде өте қатты білімге байланысты болған екенбіз. Және де тағы да бір бауырымның нұсқауымен намазда Құран кәрімдегі Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким деген дұғаны көп қоса бастадық. Енді оған себепкер болған нәрсенің бірі, енді екінші курсқа өттік, бірінші курста барынша оқыдық, ананы оқыдық, мынаны қолымыздан келгенше жақсы жүйемен жүрдік қой енді. Сол кезде екінші курсқа өткен кезде кішігірім уже бастала бастады. Оқи аламын ғой. Кішігірім өзіміздің жанымызда келген, бірге келген адамдарға кішігірім жетіп қалғанда, асып кеткенімізді көрген кезде осы нәрсе басталды да жүрегімізде. Сол кезде бір қосымша оқыған бауырымызбен, Бекзат бауырымызбен сөйлесіп отырған кезде осы нәрсені айтты. Мен осы нәрсені көп айтамын деді. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. Субханака, Раббым сен пәксің, ла илма лана, бізде білім жоқ, илля ма алламтана. Сенің білгендер тек қана сенің бізге үйреткеніңді ғана білеміз деген нәрсені. Осы дұғаны айтып бастағаннан бастап біз өзіміздің қайтадан құл екенімізді, ешкім емес екенімізді біліп түсіне бастадық. Бұның барлығы сол намазда қосып бастадық. Кейін жалғасы ұстазымыздан Субханака ла фахма лана, я Раббым, бізде ешқандай түсінік жоқ, тек қана илля ма фахамтана. Сен бізге түсіндірген нәрседен басқа деген дұғасы біздің жанымызда жатталды да. Осы нәрсені айту арқылы біз қайтадан былайша айтқан кезде өзіміздің білмейтін екенімізді түсіне бастадық. Алла. Әйтпесе, сіз өзіңізді көрдіңіз, алдыңызда отырдық. Енді біз сырт көзден өзіміздің неміз білінбейді ғой. Ал ұстазға қатты білінді сол кезде. Ұстаз да ескертті, басқа қылды. Сол кезде сол Бекзат бауырымыздан, ұстаздан естіген дұғаларымыз бізге өте қатты әсер етті. Мүмкін тым болмаса осы оқуды бітіріп шығуымызға да себепкер болған нәрселердің бірі осы дұғамыз болуы мүмкін. Машалла. Бір қызық нәрсе айтайын ба, ұстаз болса. Көп адам ескермейді. Негізі дұға деген қалау ғой енді. Сен өзің қалағанды сұрайсың ғой. Қаламайтын нәрсені ешкім сұрамайды ғой. Бірақ негізінде сол дұғаларымыз орындалмай қалған кезде көп адам ренжіп қалады Құдайға. Құдай ренжіп қалады. Сұрайсың, орындалмайды деген іштей. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қайтарады бізді. Яғни мен дұғам қабыл болмады деп айтпаңдар дейді ғой. Бірақ адамдардың реніші жаңағындай. Сұрап едім деп іштей ғой енді. Бірақ былай ойланып қарасақ, негізінде бізде күнделікті мыңдаған қалауымыз орындалып отыр ғой. Негізінде таңертең тұрдым, тісімді жуғым келді, жуалдым. Жуалмау қалу мүмкіндігі бар еді ғой. Жұмысқа барғым келді, аяқ киімді кидім, бардым, жеттім. Бүгін біз подкаст түсіргіміз келді, қалауымыз орындалды деген сияқты мысалға. Күнделікті мыңдаған біздің ішкі қалауларымызды Құдай орындап бір тіпті кей кезде қалап үлгермеген нәрсені де орындап тастайды. Бір нәрсе жеймін деп ойламайсың, бірақ алдыңа келе қалады.
Біреуің бір досың ұсына қалады, біреу әкеп ауыз тиіңдер деп қалады, қалағанымызды қаламағанымызды беріп жатыр. Бұл күннен мыңдаған, өміріңде миллиард триллион жаңағындай қаншама сенің қалауыңды орындап тұрған Құдай сенің бір 5-6 бір ерекше қалауыңды орындамай қалған кезде ренжіп қалған қалай болады деген сол ғой негізі дұғам қабыл болады деген. Енді мысалы ойлашы, миллиардтаған қалауыңды дұғаңды орындап тұрып, сосын бір 3-4 бұл дұғаң ішпей салып бұның үшін ренжіп қалу деген ол тәкаппарлық қой. Жаңағы осыдан бір кішігірім Айбеке ренжімеңізші, сізді вообще сөйлетпей қойдық қой. Ойға түсіп кетті. Айта салайыншы, осыған келген кезде темірді қызған кезде соқ дейді ғой. Біз жаңағыдай ғой, күнделікті нығметтерімізді қайталана бергендіктен, біз оны сұрамасақ та ала бергендіктен, Алла тағала бізге сол нәрсені міндетті секілді түсініп қаламыз да. Жаңа бір кісінің оқиғасы бар. Енді әзіл ретінде де былай көптеген оқиға ретінде де таралып жүр. Бір кісі бір адамға көмектесіп жүреді. Күнделікті бір бай қолынан келгенше ай сайын оған былайша айтқан кезде $1000 ақша салып тұрады. Уақыт өте келеді, бір 10 жылдай өтеді. Күнде сол нәрсені қайталап тұр. Ай сайын сол нәрсені қайталап тұрады. Кешіріңіздер, 10 жыл емес, бірнеше жыл уақыт өтеді. Одан кейін бір уақытта ол беріп жатқан сомасының азаяды. $1000 салатын болса, $700 салады. Ана кісі ойлап қалады, енді қателесіп кеткен шығар, немесе бір не болған шығар деп түсіністік болып қалады да. Ешнәрсе де демейді енді. Беріп жатыр ғой. Тағы да болып жатады. Бір кезде сол нәрсе $400 түседі. Сол беріп жатқан уақытында айтады екен, келесі беріп жатқан уақытында. Байеке, сіз маған осындай $1000 беріп тұр едіңіз. Кейін 700-ге түсті, ешнәрсе демедім. 400-ге не үшін түсті деп. Сол кезде айтады енді жаңағы кісі. Енді менің ол кезде балаларым кішкентай еді. Енді мен балаларым өсті, мектеп оқып жатыр, университетке түсті, басқа қылып жатыр деген кезде. Сөйтіп жауап береді ғой. Сол кезде ана кісі айтады екен, енді менің ақшамдан беруіңіз керек пе енді соны де. Ол нәрсені қайталана беруі ол адамға бұл менің ақшам деген нәрсе түсінікті қалыптастырды. Дәл сол секілді біз күнделікті ауаны жұтып жатырмыз. Как будто ол нәрсе біздікі секілді да. Немесе қолымыз істеп тұр, менің қолым деп. Жаңа Абай айтады ғой. істеу керек зат па? Абай айтады ғой, менікі деп айтасыңдар. Айналып келгенде бәрі оныкі. Алланікі ғой деп ше. Дәл сол секілді біздің жасап жатқан әрбір бізге беріліп жатқан нығмет күнделікті жаңартылып тұр да, ол бізге беріліп қойып, сол нәрсені алып қойған жоқ та Алла тағала. Күнделікті жаңартылып тұр демесің дұрыс. Және де мына дұға жасаған кезде Алла тағала маған берсін деп емес, Алла тағала разы болсын деп дұға жасау керек екен. Сол кезде ғалымдарымыз айтады, егер Алла тағалаға дұға жасаған кезде Алла тағала разы болсын деп дұға жасасаң, онда саған еселеніп беріледі. Тіпті өзің сұрамаған нәрсе беріледі деп айтады. Демек дұға жасағанда маған берсін, сол болсын деп емес, Алла тағала маған разы болсыншы, осы дұғама разы болса, бұдан да артығын берсінші деп дұға сондай ниетпен жасау керек. Және барлық нығмет ол Алла тағаладан. Өзіміздің де күнделікті қалауларымыз әрине күнделікті орындалып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады хадисінде, қайсы біреулеріңіз таңертең тұрған кезде денің сау, ешқандай проблемасыз оянатын болсын, ол да үлкен нығмет дейді. Және Алла тағала қасиетті Құран кәрімде айтады, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ дейді. Ал егер құлдарым менен сұраса, мен жақынмын дейді. Алла разы болсын. Уджибу дағуата дағи иза даған фәльестаджибу ли вәлиумину би лағаллахум яршудун. Егер маған дұға жасаған кезде олар маған жауап берсін дейді. Біз Алла тағалаға қалай жауап береміз? Алла тағаланың әмірі мен тыйымдарына бойұсыну арқылы жауап береді екенбіз. Демек, осы нәрсені көп адам ескермейді. Мен дұға жасап жатырмын, неге болмай жатыр, неге жолым ашылмай жатыр дегенде, адам өзінің күнделікті өміріне қарау керек. Әрине, дұға деген ол үлкен негізі құлшылық. Өйткені дұға деген құлшылықтың мәйегі. Онсыз ешқандай негізі дұға деген ол үлкен нәрсе. Тіпті біздің өзіміздің іс-әрекетімізде дұға екен. Андай кейбір адамдар қалжыңдап, өтірік пранк жасап сөйтеді ғой. Бірақ негізі сол нәрсенің өзі шын өмірде орындалып қалмасына кім кепіл деген нәрсе бар. Мысалы, біреуге келіп әзілдеп, мынандай жағдай болды деп, мынандай естігем. Бала кезімде, мектеп оқып жүрген кезде, бір көршілес ауылдың балалары айтып жатыр да, бір бала өзенге түсіп жатқан кезде, терең өзенге түсіп жатқан кезде балалардың бәріне мен батып жатырмын деп әзілдеп жатыр екен. Шынымен солай, әлгі бала батып бара жатқан кезде ешкім сенбей, әлгі бала өзенге батып қайтыс болған екен да. Сондай нәрседен өте қатты сақ болу керек. Біздің айтып жатқан сөзіміз,
ісіміз ол дұға екен. Кейде андай бір қауіпті нәрселермен балалар прикол ұстап сөйтіп жатқан кезде мен үнемі айтам, әрбір іс әрекетін ол дұға деп айтам. Ол осыны нәрсені өте қатты ұмытпауымыз керек. Және алла тағала қасиет мына діндегі үкімдермен ойнаған кезде де ол да өте ауыр нәрсе да. Сондықтан алла тағала айтады: "Уәлә таттахизу би аятиллахи хузуа". Алла тағаланың аяттарын әзілге айналдырмаңдар деп. Мысалы кейбір адамдар әйелдеріне андай ажырасамын деп ойнап айтып қояды да. Ойынның өзі де сол шын дұғаға айналып кетуі әбден ықтимал. Сондықтан айтқан сөзіміз, іс әрекетімізге абай болуда ол бір дұғаның бір бөлігі екен. Осы нәрсені көп адамдар ескермейді. Деп осы кезде бір оқиға айтып жіберейін десең ұзақ кеткен секілді. ұзақ кетті. Мүмкін болмаса келесінге қалдыруға болатын секілді. Жалпы болған байланысты дұғалар көп. Адам менің өз өмірімде немесе жалпы көп естігім, бір адамдардың күнделікті жай ғана әзіл ретінде немесе айтып жүрген сөздері олардың тағдырына үлкен әсер еткендігі жайында. Ол бір бөлек тақырып қой. Оның бәрін айта беретін болсаң ұзақ. Сондықтан сөз бір дұғамызда бекем болайық, әрдайым дұғада болайық, бір-біріміз үшін дұғада болайық. Болды. Алла нәсіп етсе, келесі бас қосуларымызды жолыққанға шейін, ал сіздер тіркеліп бүгінгі айтылған әңгімеден қорытындыларыңызды комментарийға жаза кетіңіздер. Бөлісіңіздер, тіркеліңіздер. Ассалаумағалейкум. Қандай дұғаларыңыз қабыл болды, соны жазып қойсаңыздар. Өздеріңіз өмірлеріңізде болған қандай дұғаларыңыз бар? Айтып едім осылай болды, қабыл болды десеңіздер, ол біз үшін қызық. Келесі шығарылымда соны айта кетуіміз әбден мүмкін. Келесі шығарылымдарда ол нәрсені айтуымыз әбден мүмкін. Алла разы болсын. Рұқсат па? Дұрыс-ақ.